Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөмкеме саламын. Сабақта ақпаратты сұрау, іс-әрекетке түсініктеме беру үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолданамыз. Балалар, дәптерді ашып, бүгінгі күн мен тақырыпты, жаңа сөздерді жазып алайық. Жаңа сөздер: сал, клади, положи. Саламын, кладу, положу. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал енді мұғалімнің артынан тыңдап қайталайық. Сал, клади. Не саласың? Что положишь? Мен сөмкеге саламын. Я положу в сумку. Сен сөмкеге саласың. Ты положишь в сумку. Ол сөмкеге салады. Он положит в сумку. Балалар, енді мәтінді оқиық. Мен мектепке барамын. Сөмкеге күнделік, кітап, дәптер, қалам сауыт саламын. Әлібек те мектепке барады. Ол қалам сауытқа қалам, қарындаш, өшіргіш, ұштағыш салады. Сен сөмкеге не саласың? Балалар, осы сұраққа жауап беруге тырысыңдар. Жарайсыңдар балалар. Екінші тапсырма. Суреттерге қарап, сұрақтарға ауызша жауап бер. Әнелдің сөмкесінде не бар, не жоқ? Әлібектің сөмкесінде не бар, не жоқ? Жауап: Әнелдің сөмкесінде өшіргіш, оқулық, қарындаш, қалам сауыт, қалам бар. Әлібектің сөмкесінде өшіргіш, күнделік, ұштағыш, 3 қарындаш, кітап бар. Үшінші тапсырма. Жаныңдағы оқушыға суреттегі заттарды қалам сауытқа салуды бұйыр. Үлгі бойынша жасап көріңдер. Үлгі: Әнел, қалам сауытқа өшіргіш сал. Өте жақсы. Балалар, 4-ші тапсырманы дәптерге орындайық. Суретке қарап, сөмкеге не салатыныңды жаз. Үлгіге назар аударайық. Мен сөмкеге күнделік саламын. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.